sekiz. Barmayıbın bilmey durmashaydir. Көздің көруіндегі адамдардың ең жиі жіберетін қателігі қандай? Көз көрудегі адамдар арасындағы жіберетін ең жиі қателік жаңағы гаджеттерді, телефондарды шамадан тыс көп пайдалану. Сіздің еңбек жолыңызда ерекше еске қалған пациент болды ма? Иә, 2013 жылдан бері офтальмолог болып қызмет атқарамын. Ондай жағдайлар өте көп кездеседі, бәрі енді еске түсе бермейді. Мен бір ерекше есте қалған жағдай 2017 жылы қазан айында, ол кезде 3-4 жыл стажым. Ондайда тек жаңағы Алматыда оқуда жүрген кезде көрдік 2 рет. Абылай практикамда кездесу бірінші рет біздің ауданымызда туа біткен анафтальмда емес, бір жақ көз алмасының жоғымен сәби дүниеге келді. Айнаш Елемес қызы, қазіргі таңда балалар арасында көзге байланысты қандай аурулар жиі кездеседі және де көзбен байланысты қандай аурулар туралы айта аласыз? Балалар арасында ең жиі кездесетін аурулар бұл көз рефракциясының бұзылыстары, ол жаңағы миопиялар, астигматизм. Жыл сайын мектептерде мақсатты профилактикалық тексерістерге шығып тұрамыз. 0-17 жас аралығындағы барлық балаларды тексереміз. Сұхбатымды қорытындылай келе қоятын соңғы сұрағым, дәрігер мамандығын таңдайтын оқушыларға қандай ұсыныс айта аласыз? Дәрігер ең жауапты, ең қазіргі замандағы сұранысқа ие мамандықтардың бірі деп есептеймін. Дәрігер болғысы келетін жоғары сынып оқушыларына айтарым, дәрігер өте жауапты мамандық, тәуліктің күн түн деп санаспайтын мамандық, 24/7 жаңағы жауапкершілікті талап ететін мамандық. Көз дәрігері көз және көру жүйесін емдейтін және оның алдын алатын жауапты маман.